Assalomu alaykum qizlar. Bugun sizlar bilan birga o'ta dami til үйрeten ерекше кекс дайындайтын боламыз. Ол үшін маған тіркеліп, лайк басып, видеоның соңына дейін бірге болыңыздар. Ыдысымызға 3 бананымыз салып, видеода көрсетілгендей шаншықменен езіп шығатын боламыз. Езілген бананымыздың үстіне майонезімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Оның үстіне құмшекеріміз саламыз. Үстіне аздап тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Үстіне бір жұмыртқамызды шағып қосамыз. Жақсылап араластырамыз, бір қиқымаса болғанша араластырамыз. Үстіне еліктен өткерілген ұнымызды саламыз. Салып болғанымыздан кейін жеңіл араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін массамыздың үстіне өзіңіздің қалауыңызша орех қоссаңыз болады. Мен осыны орех қосып, жақсылап араластырамыз. Осындай нанымыздың формасы сияқты, осындай формаға салдым. Өзіңіздің қалаған формаңызға салсаңыз болады. Қызып тұрған духовкада 45 минуттарда пісіріп алдым. Шай қойып, өте дәмді, жұмсақ болып піседі. Осындай болып пісті менде. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өкінбейсіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Тіркеліп, лайк, комментарий күтем. Келесі видеодан құр қалмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі қызықты видеодан құр қалмаңыз.